Елеместің анарынан сәлем, баршаңызға қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында іш майдан немесе тоңазытқышта соғымнан, бөліктен жиналып қалған майлардан тоңмайдың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше тоңмай жалпы нағыз табиғи таза өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор екенін аналарымыз, әжелеріміз ертеден ақ білген. Ал ендеше достар, жасалу жолына кірісіп кетейік. Қазір сіздермен барлығын рет-ретімен түсіндіріп көрсететін боламын. Тоңазытқышта жиналып қалған майларды ысырап қылмай, анамнан көргенімді мен де есіме түсіріп, дәл осылай тоңмай дайындап қоюды дұрыс көрдім. Менде мұнда әртүрлі майлар бар. Жылқының майы бар, сиырдың майы бар. Соғымнан, бөліктен жиналып қалған майларды осылай жинап тоңмай жасайын дедім. Қараңыздар, мен мұнда алдымен үлкен қылып турап алып жатырмын. Мен қазір бұларды ет тартқыштан өткізетін боламын. Егер сіздер ет тартқыштан өткізбеймін десеңіздер, майдалап, ұсақтап, көбектап турап алсаңыздар да болады. Ет тартқыштан өткізейін деген себебім, қазір ерту кезінде көптеген отходтары, қалдықтары шығатын болады. Сол кезде сүзіп алғанда өзіңізге де жақсы болады. Турау барысында осылай майлардың арасында бездер шығады. Бездерді міндетті түрде алып тастап отыру қажет. Ал ендеше мен майларды осылай рет-ретімен ет тартқыштан өткізейін деп отырмын. Бұл жалпы тоңмайды кез келген тамақ пісіргенде қолдануға болады. Тек қана тамаққа емес, сондай-ақ самсаның арасына, қатпарлы қамырдың арасына, қаттамаға, қуырдаққа, кез келген тамақтың арасына қосып жіберіп отырсаңыздар, тамағымыздың дәмі өте дәмді, әрі өзіне тән тоңмайдың өзінің иісі де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің арнама қолдауларыңызды көрсетіп отырсаңыздар, видеоның соңына дейін болып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттер міндетті түрде шығарып отыратын боламын. Енді үлкендеу қазанымызға майларымыздың барлығын осылай салып, газымыздың астын жаяу отта алдымен ертіп аламын. Кейін ере бастағаннан кейін газымызды сәл күшейтіп, бір қайнатып, бұрқылдатып аламын. Барлығы қазір видеода толық көрсетілген. Әр қазақтың тоңазытқышында осындай жиналып қалған майлар болады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл майды ысырап қылмай, осылай тоңмай жасап ертіп алсаңыздар, өзіңізге де жақсы болады. Бір қайнатып алғаннан кейін мен астын баяу отқа бір басып алдым. Кейін өзі жайлап, бұрқылдап, осылай бір қайнап, үстіп шыжғырып шығады. Міне қараңыздар, менің майларым шыжғырып жатыр, дайын болып қалды. Шамамен барлығына бір 15-20 минуттай қажет болады. Енді газымыздың астын өшіріп, мен осылай ыдысыма сито дейміз ғой, сүзгіштен өткізіп алдым. Қажет емес қалдықтарын сүзіп, бөлек ыдысқа сүзіп алатын боламын. Бұл бізде яғни шыжық деп аталады. Шыжықты да кез келген тамаққа пайдалансаңыздар да болады. Пирожки пісіргенде картоптың арасына салсаңыз болады. Шелпек, бауырсақ пісіргенде сәл тұздап арасына салып пісірсеңіздер де өте дәмді болып
отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Достар, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көріп, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттерді салып отыратын боламын. Мен 2 ыдыс шығарғам, бірақ барлығы 1 ыдысқа жетті. Міне менің сүзіп алған майым, түсін қараңыздар, жылтырап, өте әдемі болып шыққан. Міне шыжығым, оны да қазір тұздап қоямын. Енді шамамен бөлме температурасында 2-3 сағатқа қойсаңыздар, өзі ақ тоңып, ағарып шыға келеді. Өзінің атауы айтып тұр, тоңмай деп, сол себепті бұл тоңмай деп аталған. Қараңыздар, қазір сіздерге көрсетемін. Менің тоңмайым ешқандай да бір артық ішінде қоқымы дейміз ғой, ешқандай да несі жоқ. Барлығын сүзіп алғаннан кейін әп-әдемі аппақ болып, күшті болып шыққан, керемет болып. Алдағы уақытта қаттаманың арасына, самсаның қамырына салсаңыздар, қуырдаққа, тамаққа салсаңыздар өте керемет. Тоңмайдың, мана басында айтып кеткендей, нағыз табиғи таза өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор. Барлығымыз да білеміз. Міндетті түрде осындай тоңмайды үйде жасап қойғандарыңыз жақсы болады. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттерді түсіріп сіздерге ұсынатын боламын. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.